қайда жүрсің? Сен ойынбадық қой. Әке, артымнан бір адам бар. Қандай адам? Білмеймін, түннен күні қорқып кеттім. Жүр, саспай үйге кір. Мен де полиция шақырайын. Так, сонымен мойындап отырсың ғой. Байтұрсыновтың бойындағы екі қызды өлтіргеніңді? Иә, мойындап отырмын. Неге өлтірдің оларды? Это как наркотик. Солай де. Онда ана үшіншісін неге өлтірмедің? Ол да тура сол жермен өтті ғой. Оны қалай өлтіресің? Алдында екі дәу еркек жүрсе. Екі еркек? Сол түні қызыңыздың қасында екі кісі болды дейді. Сол рас па? Қызым, болды ма? Жоқ, әке. Қызық екен. Жағы маньяк, сіздің қызыңыз өткен жерде екі қызды зорлап өлтірген. Сіздің қызыңыз да сол түні өткен, бірақ оған тимеген. Қылмыскердің айтуы бойынша қызыңыздың қасында екі ірі кісі болған. Сондықтан да ол қызыңызға тимеген. Бәлкім, мен сол түні қатты қорқып кетіп, содан қиналған сәтте Аятул Курсиін оқыған пендені Алла тағала қамқорлығын алады деген есіме түсіп, ішімнен Аятул Курсиді оқи бердім. Бәлкім, Алла мені қорғаған шығар. Бұл екі кісі кім болды екен сонда? الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم